Барлықтарыңызға сәлем, арнамызға қош келдіңіздер. Өрге жүзген өнегелі ісімен, таңда адал дос өз теңінің ішінен. Жүргендер көп, достық атын малданып, қалмағайсың сен де бірде алданып. Ар-ождан алдындағы адалдық өз қадір қасиетіңе, ізгі іс-әрекетіңе байланысты. Тәрбиелеу дегеніміз адамның бойына білімге негізделген этикалық құндылықтар мен өнер қуатын дарыту. Шын беріле қызықтаған нәрсе ғана адамның жүрегінен орын алады. Адам мақсатына өзін-өзі жетілдіру арқылы жетеді. Өнер біткеннің бәрі бірдей бір адамның құшағына сыймайды. Тағдырыңды еш уақытта жазғырма, кезде дағы әзәзілдер азғырған. Адамның тәндік жаратылысының дамуының негізгі көрсеткіші дененің саулығы. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Өзгенің пікірін иемденіп кету надандық һәм ниеті арам адамға лайығыз. Өнердің теориясын меңгеру дегеніміз өнерге қатысты мәселелерді ақыл арқылы ұғыну және талғам қабілетін игеру. Білім қуған жанның ойы күнделікті күйбіңнен көп алыста жатады. Ақыл парасат күші адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнерді ұғынуына және жақсы қылық пен жаман қылықты айыруына көмектесетін күш. Өз ісіңнің білгірі һәм шебері атану үшін жақсы жұмыс істеп, жетік білуге ұмтылу керек. Қандай әрекет жасап, қандай істер болсаңыз да, игілігін көріп, рахаттана бөленуді мақсат тұтқан жөн. Адамға тән бір жақсы қасиет өзінің қоршаған әлемінің әсемдік сырларына үңілу, содан рухани нәр алу, өзіңнің нәзік сезіміңді образдар арқылы паш ете білу. Даналар талай нысан тапқанымен, тапқан жоқ тетіктің тегін әлі бірі. Бақыт, қуаныш пен ләззат асқан сұлу, ең әсем, ең көрікті нәрсені барынша тиянақты және кемелді нәрсе түрінде аңғару арқылы ғана пайда болып, толық дәрежесіне жетеді. Бақыт өз басың үшін көксейтін игілік, бақытқа жеткізетін әрекет, тамаша әрекет. Қандай ғылым болса да, ол адам санасына дербес, ерекше мәндерді ұғыну арқылы ұялайды. Бақыттың мәні парасаттылықта, әркімнің өз алдында игілікті мақсат қоя білуінде, адамның өз мінез құлқын, іс-әрекетін ерікті түрде өзгертіп, игілікке бағыттап отыруында. Білім жолына түскен жан күнделікті күйбең, тіршілікті ойламауы қажет. Ғылым үйренем деген адамның ақыл ойы айқын, ерік-жігері, тілек мақсаты ақиқат пен әділдік үшін талап жолында болуы шарт. Жай ләззат іздеу, кәсіпқұмарлыққа ұқсас әрекет онда болмасқа керек. Дүниедегі ең оңай нәрсе кісіге ақыл айту, ең қиыны өзіңді өзің түсіну. Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Ол келешекте оның барлық өміріне опат әкеледі. Білімді болу деген сөздің мағынасы белгісіз нәрсені ашуға қабілетті болу деген ұғым. Егер тән ауырса, көңілдің күрт түсуі табиғи құбылыс. Сондықтан алдымен сазды әуеннің әсерімен көңілді сергітеді. Осының арқасында дене біртіндеп сауыға бастайды.
Музыканың негізгі міндеті адамның эстетикалық қажетін өтеу. Музыка рухтың құмарлық пен ынтызарлықтың әр алуан көңіл күйдің ісі. Талпыныс тәжі табандылық. Адам кез келген жұмысқа жарамды бола бермейді. Адам денесінің жетілуі оның денсаулығы. Егер денің сау болса, онда оны сақтамақ керек. Ал егер сау болмаса, онда денді сауықтыру керек. Тиісінше еңбек ету денеге күш береді. Ал шектен тыс артық немесе жеткіліксіз еңбек күшті қайтарады, немесе әлсізді әлсіз халінде қалдырады. Ең тамаша әрекет бақытқа қол жеткізетін еркіндік. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Бақыт, қуаныш және ләззат сезімдері асқан сұлу, ең әсем және аса көркем дүниелерді қолмен ұстағандай айқын және кемел дүниелер ретінде танып білу арқылы ғана пайда болып, толық болмысқа ие болады. Бейқамдық сәтсіздікке бастайды. Бізбен болғандарыңызға рахмет, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.